Қайырлы күн, достар. Біз қазір бір күндік блог салатын боламыз. Бүгінгі күніміз туралы. Сәлем, достар. Мына қызым бүгін домбыраға бара жатыр. Үшеуін Домбыра жөндетпейді. Мадина домбыраға барады. 3 баланы далаға ойнатуға алып шықтым. Бізде ауа райы таңертеңгісін кішкене жаңбыр жауды. Қазір күннің көзі шығып тұр. Бір күндік мини блог салатын боламыз. Жүріңдер кеттік. Жолға шықпа. Жүр, Диас. Мынау Диас, Мадина, Бақытнұр, Альбина деген қыздарым менің. 2 ұл, 2 қызым бар. Сағат 1-ге де атсам. Иә, жүр тез-тез. Жолға шықпа. 1-жарым ба, 1-ге де. 12-тен 1-ге де ба. Күн ысып кетті. Күн қыздар дем. Жүр, светофорға үлгерейік. Жүр, Диас. Тоқта, өтпейік, жүр. Жүрде бер жайлап. Біздің район. Жерде осындай кафелер кішігірім. Жүріна екеудің. Біздің район күшті, жалпы барлығы бар біздің районда. Бәрі бар Фатима біздің бұл жақта. Қараңыздар, мына жерде мебель жасайтын ломбард, нотариус, андай айскримдер, мороженый. Осы жерде мама. Назерге кәкесі. Осы жерде мороженое әперген бар. Аптека, 1001 мелочь бар. Барлығы бар. Салон красоты. Не іздейсің, барлығы бар. Алысқа барып қажет жоқ, барлығы. Өзіміздің районда оптовочка дейді. Мына жерде мынандай игрушкилер, гүлдер, мына жерде цветы, мына жағы сән салоны, мына жағы индийский трикотаж киімдер. Яс қайда? Бұл бізде микрорайон Шұғыла деген район. Мына жағы Шұғыла Сити. Мынау біз уже қазір Шұғыла Ситиге кірдік уже. Мына жерде деликат деген салон бар. Жүртесіз болып кешігеміз. Салон красоты, мынау деликат деген күшті. Жүр, Мадина. Ана жерде тоже косметика сататын магазин, ателье, химчистка. И мына жерде киім дүкені. Одан кейін бізде мынау Fish Brand деген қуырылған балық сатады. Балық кафесі, мынау Штахия кафесі. Біз алдын Диас баламды кестіргенде осы Штахия кафесінде тамақ берген болатын біз. Мына тоқташы. Fish Brandке кіріп көрмедік. Бұған да кіріп көру керек. Мына Штахиясында болды. Біз енді қазір қызымның үйірмесі осы жерде, 2 баламның қарап үйірмесі тоже осы жерде. Мына жерде ведринг бар, мороженое сататын. Не? Давай, пока. Мына қызым кетті домбыраға. Қазір сағат 12 болды, 1-де шығады. Оған дейін сыртта площадкіде күтіп жүреміз ойнап. Тез кір, давай, пока. Жүріңдер. Енді мына үшеуін площадкіде ойнатам қазір. Жолға айдамаңдар. Яс, жолға айдама. Шетке. Осындай летниктер. Жалпы Алматыда осындай летниктер. Күшті ғой, негізі. Гүлдер епті. Красота. Біздің Наурызбай ауданының ақынды күшті. Лайк-пас каналыма тіркеліп отырыңыздар. Сіздер үшін барлығын түсіруге тырысамын. Әр түрлі форматта түсіріп жатырмын. Жүр енді тез-тез. Оны гүлдердің әдемісін-ай. Красота. Әдем оғын ешіп қойыпты. Ақ гүлдер. Супер.
Мына площадкаға келдік. Үйірме жақтағы. Мадина шыққанша осы жерде күтеміз енді. Отыр. Бер жағына отырасашы, ашыққа қайтып. Бота. Отыратын бар ма көлеңке? Ана жерге ма отырам қазір. Осылай күн ысып кетті. Қазір мен косметикаға 1-2 видео обзор түсіретін боламын. YouTube, TikTok, Instagram. Барлығын қолға алып жүрмін. Су алдым ба? Жоқ, үйден алып келдім. Бар енді ойна. Сәлем. Лайк бас кетіңдер. Қазір эфирге кіреміз. Қолда өлдір, подписка жасаңдар де. YouTube'ға. Подписка жасаңдар. Лайк басыңдар де. Лайк басыңдар, YouTube көріңдер. YouTube'ға тіркеліңдер. 100 подписчикке жетті. Құдай қаласа. Бар енді ойнаңдар. Қой күн. 1500 баса. 1500 болып тұр. 1300 болып тұр. Лайкымыз 1500 болып тұр. 10 мыңға, 100 мыңға жеткізіп Сағат жинау керек, 4000 сағат. Осымен бүгінгі біздің далаға шыққан блогымыз аяқталды. Подписка жасап, тіркеліп кетіңіздер. Қызықты видеолар салып тұратын боламын. Всем пока.